Армысыздар ма, құрметті көрермендер, бүгін біздің онлайн сабағымыздың 4-ші күніне келіп жеттік. Сонымен бүгін сіздермен өтетін тақырыптың атауы Present Continuous шағын. Present Continuous өтпестен бұрын өткен аптада сіздермен бірге Present Simple шағын өткен болатынбыз. Соны бір кішкене есімізге түсіріп алайық. Present Simple шағын біз айттық. Ол қарапайым осы шақ. Оны біз күнделікті қайталанып тұратын іс-әрекеттерді айту үшін, фактілерді айту үшін қолданамыз деп. Сол секілді, ағылшын тіліндегі екінші ең маңызды шақ ол Present Continuous шағы. Қазақ тіліне ол созылмалы осы шақ деп аударылады. Қараңыздар, бұл жердегі негізгі сөз ол созылмалы деген сөз. Қараңыздар, созылмалы, яғни іс-әрекет созылып болып жатыр. Ол бір болып тоқтап қалмайды, ол керісінше созылып ұзақ уақыт немесе бірнеше уақыт бойы болып жатырған іс-әрекетті сипаттау үшін біз Present Continuous шағын қолданамыз. Жалғастырайық. Енді Present Continuous шағы қалай жасалады? Бірінші соған тоқталып өтейік. Яғни етістіктің Present Continuous шағында тұрғанын қалай білеміз? Қараңыздар. Ол үшін бізге ең маңызды to be етістігінің жүктелуін білу міндеттіміз. Бірінші аптада түсіндіргенбіз, жаттау керек деп жаттаған боларсыздар деп үміттенемін. Сонымен қараңыздар, бізге бірінші орынға to be етістігінің жүктелген түрін қоямыз. Мысалға I am, немесе you are, he, she is, немесе we are деген секілді біреуін қоямыз. Оған етістікті жалғаймыз, және етістікке ing деген жалғауды жалғаймыз. Сол кезде бізде Present Continuous созылмалы осы шақтың формуласы шығады. Қараңыздар, мен кітап оқып отырмын. Қалай болады? I, бірінші мен, am to be етістігі, read кітап, оқу, ing жалған кезде оқып отырмын деген мағынаға ауысады. I am reading a book. Түсінікті, мен қазір кітап оқып отырмын. I am reading a book. Түсінікті, формуласы. Бірінші to be етістігі, одан кейін етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Жалғастырамыз. He is watching TV. He деген зат есім, ол is to be етістігі, watch етістік, оған ing жалғаймыз, және зат есімі тоқтауыш. He is watching TV. Ол қазір теледидар қарап отыр. Жалғастырамыз. Енді Present Continuous'та сұрақты қалай қоямыз, сұраулы сөйлем қалай жасаймыз? Ол үшін біз жаңағы to be етістігін, мына жүктелген to be етістігін сөйлемнің басына қоямыз, одан кейін зат есімді қоямыз, одан кейін етістікті ing жалғауымен бірге қоямыз. Мысалға, қараңыздар, are you reading? Бірінші to be етістігі, одан кейін сен деген зат есім, одан кейін етістік. Are you reading? Сен қазір кітап оқып отырсың ба? Немесе is he watching TV? Ол қазір теледидар қарап отыр ма? Деп сұрау үшін біз бірінші to be етістігін, зат есім, одан кейін етістіктің ing жалғауымен бірге жазамыз. Жалғастырайық. Болымсыз сөйлем жасау. Болымсыз сөйлем жасау өте оңай Present Continuous шағында. Ол үшін жаңағы хабарлы сөйлемдегі to be етістігінен кейін, яғни is, are деген сөздерден кейін not деген жалғауды жалғай саламыз. Мысалы, he is not watching TV. Ол қазір теледидар қарап отырған жоқ. We are not dancing. Біз билеп отырған жоқпыз. Түсінікті, яғни to be етістігінен кейін not деген сөзді жалғаймыз. Келесі. Енді Present Continuous шағы қашан қолданылады? Оны қолданудың бірнеше жағдайлары бар, солардың арқасында жеке-жеке тоқталып өтейік. Біріншісі, дәл қазір болып жатырған іс-әрекет. Яғни дәл қазір сіз не істеп отырсыз, соны сипаттау үшін біз Present Continuous шағын қолданамыз. Қараңыздар, be quiet, the child is sleeping now. Тыныштал, бала ұйықтап жатыр. Бала қазір ұйықтап жатыр. Сондықтан біз ол жерде Present Continuous шағын қолданамыз. The child is sleeping now. Is sleeping. Is to be етістігі, одан кейін етістікпен ing жалғанған формасы. Түсінікті, be quiet, шулама, тыныштал, the child is sleeping now. Келесі екінші жағдай. Where are the boys? Балалар қайда? They playing football at the moment. Балалар қайда деп сұрап жатыр, қазіргі кезде олар айтып жатыр. Олар дәл қазір футбол ойнап жүр. They are playing football at the moment. They are playing. Олар қазір ойнап жатыр. Кеше емес, бүгін емес, дәл қазір ойнап жатыр. Түсінікті, жалғастырамыз. Келесі екінші жағдай, ол соңғы кезде қайталанып жүрген іс-әрекеттер. Яғни бұл іс-әрекет дәл қазір болып жатырмаса да, соңғы кезде жиі қайталанып жатырған іс-әрекетті айту үшін біз Present Continuous шағын қолданамыз. Мысалы, қараңыздар, my friend is learning to drive a car. Менің досым соңғы кезде машина айдап үйреніп жүр. Ол дәл қазіргі сәтте машина айдап отырмаса да, соңғы кезде сол іспен айналысып жүр. Сондықтан біз бұл жерде Present Continuous шағын қолдандық. My friend
is learning қазір кезде үйреніп жүр to drive a car машина айдауды. Түсінікті, иә? Соңғы кезде қайталанып жүрген іс-әрекетті айту үшін. Жалғастырайық. She is preparing for her exam these days. Ол емтиханға дайындалып жүр. Мына қыз she is preparing қазір дайындалып жүр for her exams these days. Өзінің емтихандарына соңғы күндері. Түсінікті, these days яғни осы күндері деген мағынаны білдіреді. Жалғастырамыз. Үшінші жағдай ол болашақтағы нақты жоспарланған іс-әрекеттер. Яғни сіз мысалға ертең бір жерге баруыңыз керек. Сол туралы алдын ала ол баратын жеріңізбен келісіп алғаннан кейін сол жерге баратыныңыз нақты болады. Міне сол жағдайды айту үшін біз present continuous шағын қолданамыз. Қазір мысалдармен түсініктірек болады. Әсел is going to dentist on Friday. Қараңыздар, Әсел жұма күні тіс дәрігеріне барады. Яғни ол тіс дәрігеріне арнайы жазылып қойды жұма күніне баратындықтан бізге ол белгілі арнайы келісілген. Сондықтан біз бұл жерде present continuous шағын қолданамыз. Әсел is going to. Ана ол барайын деп жатыр тіс дәрігеріне жұма күні. Түсінікті, иә? Келесі. Tonight I am staying at home. Бүгін түнде мен үйде қаламын. Яғни қазір әлі түн болған жоқ, бірақ мен оны жоспарлап қойдым. Мен бұны нақты білемін. Сондықтан бұл жерде бізде present continuous шағын қолданамыз. I am staying. Stay дегеніміз үйде қалу. I am staying at home. Қалу деген. Мен үйде қаламын. Жалғастырамыз. Енді present simpleдағы секілді present continuous созылмалы осы шақтада оны анықтап тұратын уақыт түзулері бар. Қазір солардың ең маңыздыларына тоқталып өтеміз. Бірінші сөз ол өте жиі қолданылатын now. Now дегеніміз дәл қазіргі уақытта. Мысалға, now he is playing football. Дәл қазір ол футбол ойнап жатыр. Now қазір he is playing, ол ойнап жатыр футбол. Түсінікті, иә? Келесі. At present қазіргі кезде. Right now дәл қазіргі уақытта. At the moment қазіргі уақытта. Мына жерге сіздерге қазақша транскрипция жазылған. Егер оқуға қиналсаңыздар, осы жерден қарастаңыздар болады. At present, right now, at the moment. Жалғастырамыз. Енді бүгінгі тақырып осы. Енді осы бүгін өткен тақырыптардың барлығын бір рет қысқаша қайталап еске түсіріп өтейік. Сонымен достар, сіздермен бүгін біздер present continuous шағымен таныстық, иә? Present continuous шағы қазақ тіліне созылмалы осы шақ деп қолданылады, аударылады. Біз оны не үшін қолданамыз, яғни дәл қазір болып жатырған іс-әрекетті сипаттау үшін қолданамыз. Келесі, present continuous шағы қалай жасалынады? Ол үшін біз to be етістігін қолданамыз. Етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Мысалға, I am reading a book, немесе he is watching TV. Түсінікті, to be етістігін жүктейміз, оған етістікке ing жалғауын жалғап қолданамыз. Келесі. Сұраулы сөйлем жасау үшін to be етістігін алдына жібереміз, одан кейін записін қоямыз, одан кейін етістікті қоямыз. Мысалға, is he watching TV? Ол қазір теледидар қарап жатыр ма? Немесе are you reading? Сен қазір оқып отырсың ба деп сұрау үшін. Жалғастырайық. Болымсыз сөйлем жасау үшін to be етістігінен кейін not деген сөзді жалғай саламыз. Мысалға, he is not watching TV, we are not dancing. Жалғастырамыз. Қашан қолданамыз? Қолданудың үш жағдайы бар негізгі, иә? Бірінші ол ең жиі кездесетіні дәл қазір болып жатырған іс-әрекет. Дәл қазір не істеп жатырмыз? Соны сипаттау үшін біз present continuous шағын қолданамыз. Мысалға, be quiet, child is sleeping now. Бала қазір ұйықтап жатыр, дәл қазіргі уақытта. Немесе they are playing football at the moment. Олар дәл қазір футбол ойнап жатыр деп айту үшін біз present continuous шағын қолданамыз. Келесі екінші жағдай ол сирек кездеседі, бірақ бұл жерде де present continuous шағын қолданамыз. Яғни соңғы кезде қайталанып жүрген іс-әрекеттер. Ол дәл қазір болып жатпаған болуы мүмкін, бірақ соңғы кезде жиі болып жатырған іс-әрекеттер. Мысалға, my friend is learning to drive a car. Менің досым соңғы кезде машина айдап үйреніп жүр. Жалғастырамыз. Үшінші жағдай ол болашақтағы нақты жоспарланған іс-әрекет. Яғни сіз ол кезде нақты жасайтыныңызды білсеңіз, present continuous шағын қолдансаңыз болады. Мысалға, Әсел is going to dentist on Friday. Әсел тіс дәрігеріне жұма күні барайын деп жатыр. Түсінікті, иә? Оның уақыт істеулері бар. Present continuous-тың олар бірнеше, соларын тоқталып өтейік. Бірінші now, ең көп кездесетін қазір деген мағынаны береді. Келесі at present, қазіргі кезде, right now, дәл қазір, at the moment, қазіргі уақытта. Сонымен достар, біз бүгін өте маңызды етістіктің шағын өттік. Енді сіздерге тапсырма, видеоның астында берілген ссылкамен өтіп, тесттан өтіңіз, біліміңізді тексеріңіз. Егер де төмен балл алып қалып жатсаңыздар, видеоны тағы да бірнеше рет қарауға кеңес береміз.
одан кейін қайтадан тесттен өтіңіздер. Сонымен біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.